Семейде жедел жәрдем қызметкерлері жалақы мен үстемақыға жармай отырмыз деп шағымданды. Қауіпті індетпен күресте алғы шепте жүргендер бірнеше айдан бері айлық алмаған. Сондай-ақ пандемия кезінде төленуі тиіс үстемақыны да мандытып бермепті. Ал зейнетақы қорына мүлдем қаржы аударылмайтын болды дейді жиналғандар. Ақхалаттылардың мұң-мұқтажын Ұлан Нұрахмет тыңдап келді. Пандемия басталғалы бері жұмыс көбейген жедел жәрдем қызметкерлері бүгін өз мәселелерін ашық айтуға белі буыпты. Қашанда бас ауырып, балтыры сыздағандарға асығып тұратын аққалаттылар жұмыс істеуге ешқандай жағдай жасалмаған дейді. Яғни фельдшерлер қызметтік киімге де жармай отырған көрінеді. Сондықтан медицина қызметкерлері тозығы жеткен форманы жыртылғанша жылдап киюге мәжбүр. 4 жыл, 5 жылға кетті, бізге ешқандай форма берілмейді. Форма туралы әңгіме болған кезде бізге айтады: сендер коронавирус инфекция ақшасын аласыңдар доплата. Вот сами покупайте, говорит. Біз егер де мемлекеттік организацияда, государственный организация болсақ, неге біз өзіміз сатып алуымыз керек? 30 шақты қызметкер 400 мың теңге көлемінде үстемақыны да маңдытып алмадық дейді. Пандемия кезінде ай сайын төленуі тиіс қаржы қолдарына бір-ақ рет қана берілген. Ал соңғы айларда тіпті жалақының өзі уақытылы берілмеген. Айлық кешіккеннен зейнетақы қорына да көктейін түспепті. Ұялам деген адамдар, мысалға пенсионный фондта ақша аударылмайды. Сол үшін бәрі тоқтатылып тұрды. Документ жинаймыз, именно сол бухгалтерияға барып, начисление осылықта неге жоқ десек, олар білмейміз, аударғанбыз дейді. Бірақ 1-2 күннен кейін аударасыздар ма десем, иә дейді. Біз барған кезде ғана аударады. Жергілікті медицина мамандары жалақының кешігуін ақша жоқтықпен түсіндірді. Яғни жедел жәрдем қызметкерлері көп болғандықтан қаржы бәріне бірдей жетпей жатыр екен. Десе де қызметкерлердің шуынан кейін соңғы 2 айдың жалақысы аударылыпты. Просто біз октябрь айында бардық, например, и оның өз жұмыстары, процедураларын білесіз, и осы декабрь айында бізге нетті. Енді Құдай қаласа қазір біз октябрь, ноябрь зарплатасын бердік, и пенсионный нені төлейміз қазір. Ал үстемақы ай сайын емес, бір-ақ рет қана төленуі керек болған көрінеді. Сондықтан қосымша қаржыны алуы тиіс болған. Жедел жәрдем қызметкерлеріне төледік деп отыр. Дегенмен ондағылар Нұр-Сұлтан және Павлодар қаласындағы әріптестері ол ақшаны ай сайын толық алған айтады. Дегенмен мамандар қаулы өзгергендіктен енді ешкімге көктейінін төленбейтінін кесіп айтты. Ұлан Нұрахмет, Андрей Щетинин, КТК, Семей.